Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Нұрмағамбет Ақжан Ертайқызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Құрметті оқушылар, құрметті көрермендер, мен өз сабағымды бастамас бұрын сіздерді менің арнама тіркеліп кетуге шақырамын. Өйткені мен көрсететін сабақтар, мен үйрететін жаттығулар, мен айтатын мәліметтер өз жалғасын әрі қарай табады. Ол үшін подписаться деген сөздің үстін басып, қоңырауды да баса кетіңіз. Ендеше біз бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Қазақ тілі 8-ші сынып 6-шы бөлім қоршаған орта және энергия ресурстары 1-2-ші сабақ. Құрметті оқушылар, біздің 6-шы бөлімнің 1-2-ші сабағы отан, туған жер, жер ана деп аталады. Сабағымызды бастамас бұрын біз мынадай сұрақтарға жауап берейік. Отансүйгіштік неліктен біздің басты құндылығымыз болып саналады? Жалпы оқушылар, отансүйгіштік деген кез келген адамның бойындағы ең құдіретті, ең күшті сезім. Отансүйгіштік деген біздің айнамыз болған, қазақ халқының айнасы болған ана тілін, дінін, әдет ғұрпын, салт санасын, тарихын, ұлтын, барлығын, мемлекеттік рәміздерін өзіндік мүддеден жоғары қою. Біздің мемлекеттік туымыз бар. Біз мемлекеттік туымыздың алдында тізе бүгіп құрметтеуге дейін дайынбыз. Біздің мемлекеттік елтаңбамыз бар. Біз елтаңбамызды екі қолымыз талғанша биік көтеріп, көкте самғатып жүруге дайынбыз. Біздің мемлекеттік гимніміз бар. Біз мемлекеттік гимнімізді жағымыз бен тіліміз талғанша шырқауға дайынбыз. Кез келген жерде. Мен ойлаймын, бұл мемлекеттік гимнді шырқаған немесе естіген адамның бойында бір ұлттық намыс билеп бойды, дербесі қозып, ерекше бір серпінмен айтады деп. Міне, біздің әдет ғұрпымыз, біздің тіліміз, санамыз, салт дәстүріміз, дініміз, мемлекеттік рәміздерді біз осындай ұлттық құндылықтарымызды не істейміз? Біз құрметтейміз, біз қадірлейміз, біз қастерлейміз. Осы арқылы біздің бойымызда, кез келген Қазақстанның патриотты ұрпағының бойында ең ұлы отансүйгіштік қасиет тариды деген сенімдемін. Енді мынандай сөз бар: отан үшін отқа түс, күймейсің деген сөзді қалай түсінесің? Енді отан үшін отқа түс, күймейсің дегенді біз енді егемендік алғанша, біз өз жерімізге иелік еткенше, біз осындай тәуелсіздікке жетеміз дегенше, біздің ата-бабаларымыз, аға-апаларымыз жан кешті, қан төгісті оқиғалардың астарынан өтті. Тарихымыздан белгілі, ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен біздің найзалы батырларымыз жеріміз үшін қалай қан төкті. Біздің мемлекетіміз үшін аға-апаларымыз қалай жаудың астында, оқтың астында қалай өздерінің батырлықтарын көрсетті. Біздің егемендігіміз үшін ағаларымыз тепкінің астында, апаларымыз шашта сүйретіліп жерде жатты. Қараңыздар, осындай жан түршігерлік бір ерекше сәттерді, ерекше оқиғаларды, тарихты бастан кешкен біздің аға-апаларымыздың алдында басымызды иеміз, әрине құрметтейміз, алғыс айтамыз. Міне, осындай өжеттіліктің арқасында біз бүгін ұлы Қазақстан, ұлы мемлекет, тәуелсіз, егеменді, зайырлы мемлекет болып отырмыз. Кез келген жерде Қазақстанның, қазақ ұлтының әрбір азаматы қазақтың мүддесін қасқая қарсы тұрып, абыройын қорғай алады деген сенімдемін. Ол үшін біз өз ұлттық құндылықтарымызды жоғары қоюымыз керек, тілімізді құрметтеуіміз керек, мемлекеттік рәміздерді қадір тұтуымыз керек. Кез келген жерде мемлекеттік гимнімізді қолымызды жүрегімізге қойып шырқай білуіміз керек, құрметті оқушылар. Өзіміздің қазақ ұлтымыздың тілін кез келген жерде сайратуымыз керек. Өзіміздің тарихымызды кез келген жерде айта білуіміз керек. Өзіміздің әдемі салт дәстүрлерімізді кез келген мемлекеттің алдында көрсете білуіміз керек. Сол арқылы біз нағыз патриотты ұлт жанды ұрпақ бола аламыз.
Енді біздің әр азаматтың өзіндік туған жері бар, туған елі бар, өзінің туған ата мекені бар. Кез келген адам өзінің туған жерінің өзінің туған жерінен шыққан атақты адамдармен мақтана алады, иә? Өзінің туған жерінен шыққан қандай бір өнімдер болсын, бүкіл Қазақстанға мысалға жіберіліп жатқан сондай бір өнімдермен мақтана алады. Өзіміздің елімізбен, жерімізбен әрқашан мақтанып, әрқашан абыройын үстем етіп, өз еліміз үшін қызмет етейік, құрметті көрермендер, құрметті оқушылар. Енді оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз отан, табиғат, жер анаға байланысты болғанымен, қазақ тілінен біз бүгін сөйлемнің бірыңғай мүшелерін өтеміз. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері дегеніміз не? Қызметі тұлғасы бірдей, қызметі тұлғасы бірдей, тең дәрежеде байланысатын бір ғана сұраққа жауап беретін сөйлем мүшесін сөйлемнің бірыңғай мүшелері деп атамыз. Мысалы, Асылбек, Ербол, жиреншелер базарлыға қадала қарап хабар күтті. Кім базарлыға қадаларға қарап хабар күткен? Асылбек, Ербол, жиреншелер. Міне, Асылбек, Ербол, жиреншелер сөйлемде бастауыш қызметін атқарып тұр. Бір сұраққа жауап беріп тұр. Үшеуі де қызметі де, тұлғасы да бірдей. Яғни Асылбек, Ербол, жиреншелер бұл жерде сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері ыңғайластық мәндегі жалғаулық шылаулар арқылы. Ол дегеніміз ыңғайластық мәндегі жалғаулық шылаулар да, де, та, те, және, мен, бен, пен деген жалғауларды жалғайды. Одан кейін сөйлемнің бірыңғай мүшелері кезектес мәндегі жалғаулық шылауларды өзіне жалғайды. Ол дегеніміз бірде, біресе, кейде деген жалғаулық шылаулар арқылы. Одан кейін сөйлемнің бірыңғай мүшелері талғаулықты мәндегі жалғаулық шылауларды өздеріне жалғайды. Яғни ол дегеніміз не, немесе, я, әлде, я болмаса, не болмаса деген шылаулар арқылы. Одан кейін сөйлемнің бірыңғай мүшелері қарсылық мәндегі жалғаулық шылауларды өздеріне жалғайды. Ол дегеніміз бірақ амалсыз. Енді сөйлемнің бірыңғай мүшелерінде көптік, септік жалғаулар да жалғанады. Ол дегеніміз, мысалға, егер осы сөйлемнің бірыңғай мүшелерінде сөйлемде көптік, септік жалғаулары кездессе, ол әрбір сөздің, әрбір мүшенің барлығына жеке-жеке жалғанбай, ең соңғы мүшеге жалғанады. Мысалға, қараңыздар, Абай, Ербол, ызғұттылар ас үйге жақындай беріп, өзара күңкілдесті. Кім өзара күңкілдескен? Абай, Ербол, ызғұттылар. Не, ызғұттылар дегенде, мына жерде көптік жалғауы жалғанып тұр. Яғни, бұл жерде ызғұттының бір өзі емес, Абайдың бір өзі емес, олардың көп мәнде екенін білдірді. Ызғұттылар деген, лар деген көптік жалғауы жалғанып, ол қайда жалғанды? Міне сөйлемнің ең соңғы мүшесіне, сөйлем мүшесінің ең соңғы мүшесіне. Яғни бұл жерде Абай, Ербол, ызғұттылар бастауыш болып тұр ғой. Яғни бастауыш қызметіндегі мына ызғұттылар деген сөздің ең соңына жалғанды. Яғни ұмытпаймыз, оқушылар, сөйлемнің бірыңғай мүшелері дегеніміз не деген кезде, олардың қызметі де, тұлғасы да бірдей болады, және де тең дәрежеде байланысады, және бір ғана сұраққа жауап береді. Осыны ұмытпаймыз. Енді сіздерге мынадай тапсырма берілген. Сіздердің кітаптарыңызда қараңыздар, 3-ші тапсырма берілген. Құрметті оқушылар, 3-ші тапсырма, ол жерде мәтін берілген. Мәтіннен сөйлемнің бірыңғай мүшелерін табыңдар деген. Енді мен сіздерге бір-екі сөйлемді тауып көрсетейін. Табиғи ресурстарды себепсіз және жөнсіз пайдалану,
қараңыздар, табиғи ресурстарды себепсіз және жөнсіз пайдалану өндіріс қалдықтарының көбеюі адам әрекетінің салдарынан табиғи ресурстар аумағы, саны, көлемі азая бастады. Енді сөйлемнің бірыңғай мүшелерін тап деген. Енді қараңыздар, табиғи ресурстарды себепсіз және жөнсіз пайдалану. Себепсіз және жөнсіз. Және деген мен жаңа көрсеткен ыңғайлас мәндегі жалғаулықшылықты жалғап тұр. Себепсіз және жөнсіз пайдалану. Одан кейін өндіріс қалдықтарының көбеюі адам әрекетінің салдарынан табиғи ресурстар несі азая бастады? Аумағы, саны, көлемі. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Бұл жерде ешбір жалғаулық арқылы жасалмағаннан кейін, егер сөйлемде жалғаулықшылаулардың ешбірі кездеспейтін болса, сөйлемнің бірыңғай мүшелерінің арасынан үтір қойылады. Яғни мына жерде табиғи ресурстар несі азая бастаған? Аумағы, саны, көлемі. Осы сөйлемнің бірыңғай мүшесі болады. Енді қараңыздар, табиғи ресурстарды себепсіз және жөнсіз пайдалану өндіріс қалдықтарының көбеюі адам әрекетінің салдарынан табиғи ресурстар аумағы, саны, көлемі азая бастады. Енді бұл жерде тағы да бір сөйлемнің бірыңғай мүшелері бар сияқты. Қараңыздар, табиғи ресурстар не үшін ол азая бастады? Табиғи ресурстарды себепсіз жөнсіз пайдалану, өндіріс қалдықтарының көбеюі, адам әрекетінің салдарынан табиғи ресурстар аумағы, саны, көлемі азая бастады. Екінші сөйлем. Сапасы уытты заттар әсерінен өзгерді, кеміді. Сапасы уытты заттар әсерінен өзгерді, кеміді. Сапасы уытты заттар әсерінен не істеді? Өзгерді, кеміді. Ешбір жалғаулықшылаулар арқылы жасалып тұрған жоқ. Яғни сөйлемнің бірыңғай мүшелері өзгерді, кеміді, үтір арқылы жасалып тұр. Осы жерде өзгерді, кеміді біздің сөйлемнің бірыңғай мүшелері болып алады. Енді балалар осы сөйлем мүшелеріне де талап кетейік. Не істеді? Өзгерді, кеміді. Не өзгерді? Мына жерде не өзгерді? Ол. Егерде сөйлемде бастауыш болмаса, сөйлемде бастауыш кездеспесе, баяндауыш арқылы сұрақ қоямыз. Баяндауыш арқылы сұрақ қою арқылы біз сөйлемнің бастаушын таба аламыз. Және де ол мәтіннің мазмұнына қарай. Енді қараңыздар, сапасы уытты заттар әсерінен өзгерді, кеміді. Не өзгерді? Біз үшінші жақта ол өзгерді дей саламыз. Бірақ бұл жерде табиғи ресурстар, біз мәтіннің мазмұнына қараймыз. Бұл жерде өзгеріп тұрған табиғи ресурстар. Табиғи ресурстар, яғни біз өзгерді, кеміді. Не өзгерді? Табиғи ресурстар сапасы уытты заттар әсерінен өзгерді, кеміді деп бастауыштан сұрақ қою арқылы біз сөйлемнің баяндауыштан сұрақ қою арқылы біз сөйлемнің бастаушын тауып алдық. Екінші, мұндай табиғаттағы кері әсерлер. Үшінші, мұндай табиғаттағы кері әсерлер, қараңыздар, кері әсерлер адамның қоғамның өзіне де келешек ұрпағына да зиян екені анық сезіле бастады. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері қараңыздар. Мұндай табиғатта кері әсерлер адамның, қоғамның өзіне де, келешек ұрпағына да зиян екені анық сезіле бастады. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері адамның,
қоғамның өзіне де, келешек ұрпағына да. Сөйлемде, балалар, осы адамның, қоғамның өзіне де, келешек ұрпағына да сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Енді қараңыздар, да, де, не? Да, де деген ыңғайлас мәндегі жалғаулықшылауды жалғап тұр. Егер сөйлемде ыңғайлас мәндегі жалғаулықшылаулардың екі түрі де кездессе, да, де, та, те, мысалға кездессе, олардың әр қайсысынан кейін үтір қойылады. Міне, әр қайсысынан кейін үтір қойылады. Қоғамның өзіне де, келешек ұрпағына да, ол келешек ұрпағының ұрпағына да, осы да, де деген мысалға көп кезде сөйлем мүшелерінің арасында кездесетін болса, олардың әр қайсысынан кейін үтір қойылады. Мына жерде біздің сөйлемнің мүшелері, бірыңғай мүшелері адамның, қоғамның өзіне де, келешек ұрпағына да, де деген ыңғайлас мәндегі жалғаулықшылауды өзіне жалғап тұр. Енді келесі сөйлем. Сондықтан қоршаған ортаның құрамдас бөліктері жерді, суды, жер қойнауын, өсімдіктерді, ормандарды, жануарлар дүниесін қорғау қатынастары пайда болды. Бұл жерде сөйлемнің бірыңғай мүшелері жерді, суды, жер қойнауын, өсімдіктерді, ормандарды, жануарлар дүниесін қорғау қатынастары деген сөйлемнің бірыңғай мүшесі болады. Келесі, табиғи ресурстарды қорғау, оларға тиісті экологиялық жағдай жасау, өсімін молайту, сапасын жақсарту мәселелері де қоршаған ортаны және табиғи қорларын қорғаудың ең негізгі мазмұнын құрады. Бұл жерде сөйлемнің бірыңғай мүшелері табиғи қорларды қорғау, оларға экологиялық тиісті жағдай жасау, өсімін молайту, сапасын жақсарту, және де қоршаған ортаны және деген жалғаулықшылау арқылы жасалды, табиғи ресурстарын қорғау, бұл сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Үшінші тапсырма осы, оқушылар, мен сіздерге үшінші тапсырмада сөйлемнің бірыңғай мүшелерін табу арқылы сөйлемнің бірыңғай мүшелерінің тыныс белгілерінің қойылу орнында сіздерге қабаттаса түсіндіріп кеттім. Аңғаратын болсаңыздар. Келесі бізде төртінші тапсырма сіздерде сөз тіркестері берілген. Ол мынада табиғатты қорғау, дүниежүзілік мәселе, ластанған ауа деген пайдалы қазбаларды тиімді пайдалану деген сөз тіркесі бар. Енді мен соны құрап сіздерге кішкене шағын эссе құра деген. Мен өзім бір эссе құрадым. Оны мен қазір сіздерге оқып берейін. Сол оқығаннан кейін ол сөйлемнің арасында міндетті түрде сөйлемнің бірыңғай мүшелері кездесу керек. Мен бір жағынан оқимын, бір жағынан сіздерге сөйлемнің бірыңғай мүшелерін бірден атап көрсететін боламын. Бірінші, табиғат тіршілік атаулының құтты мекені, жер бетіне көрік берген сәні. Бұл жерде сөйлемнің бірыңғай мүшелері құтты мекені, жер бетіне көрік берген сәні. Мекені сәні. Табиғатты қорғау қарапайым дүниелерден басталады. Табиғат пен қоршаған ортаны қорғаудың жолдарын ұғындыру, жалпы халықтың экологиялық сауатын ашу, жастарға үздіксіз білім беру нәтижесінде ғана табиғатты қорғап қаламыз. Бұл жерде табиғат пен қоршаған ортаны қорғаудың жолдарын ұғындыру, ненің жолдарын ұғындыру, табиғат пен қоршаған ортаны пен кезектес мәндегі жалғаулықшылау арқылы жасалып тұр. Бұл жерде жалғаулықшылау арқылы жасалғаннан кейін кешіріңіздер, пен деген ыңғайластық мәндегі. Бұл табиғат пен қоршаған ортаны қорғаудың жолдарын ұғындыру деген сөйлемде табиғат пен қоршаған орта деген жалғаулықшылау арқылы жасалғаннан кейін сөйлемнің бірыңғай мүшесі. Табиғат пен қоршаған ортаны. Одан кейін халықтың экологиялық сауатын ашу, жастарға үздіксіз білім беру дегенде білім беру сөйлемнің бірыңғай мүшесі. Табиғат ырыс пен мол қазынаның қайнар көзі, адам денсаулығының сенімді сақинасы. Ырыс пен мол, пен деген ыңғайластық мәндегі жалғаулықшылауды жалғап тұрғаннан кейін ырыс пен мол бізде бірыңғай мүше, қайнар көзі, сенімді сақинасы бізде осы сөйлемнің бірыңғай мүшесі. Қазіргі табиғаттың ластануы біздің үлкен мәселеміз, сонымен бірге дүниежүзілік мәселе. Қазіргі табиғаттың ластануы біздің үлкен мәселеміз. Сонымен бірге деген жалғаулықшылау арқылы жасалып тұр дүниежүзілік мәселе.
біздің үлкен мәселеміз және дүниежүзілік мәселе сөйлемнің бірыңғай мүшесі. Енді келесі тапсырма, сіздер 9-шы тапсырма мынадай кесте берілген: білдім, білемін, білгім келеді деген. Енді мен бұл оқушының өзінің жеке орындайтын тапсырмасы. Мен айтар едім, бүгін оқушылар нені білдіңіздер? Сіздер сөйлемнің бірыңғай мүшелерін, сөйлемнің бірыңғай мүшелері қандай жалғаулық шылаулар арқылы жасалатынын білдіңіздер. Одан кейін сөйлемнің бірыңғай мүшелерінің тыныс белгілерінде мен сіздерге жаттығу арасында айтып өттім, сол туралы да ақпарат алдыңыздар. Енді білемін дегенде сіздер сөйлемнің бірыңғай мүшелері туралы тағы да айтып өтсем білдіңіздер. Одан кейін жаттығу жұмыстарын жасау арқылы тағы да білімдеріңізді шыңдай түстіңіздер. Енді білгім келеді дегенде және де сіздер отансүйгіштік туралы, ұлттық құндылықтар туралы да бүгінгі сабағымызда айта өттік. Енді білгім келеді дегенге оқушы өз бетінше орындасын оны. Мен сіздерге бүгін отансүйгіштік ол қандай біздің ерекше қасиетіміз екенін, ұлттық құндылықтарымыздың қандай екен сіздерге тілге тиек еттім. Сөйлемнің бірыңғай мүшелерін сіздерге таныстырдым. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері қандай шылауларды өздеріне жалғайтынын сіздерге атап айттым. Одан кейін жаттығу жұмыстарын орындау арқылы сіздерге осы сөйлем мүшелерінің тыныс белгілерінің қойылу орындарында сіздерге арасында айтып өттім. Оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз осы бірінші, екінші сабағымыз сөйлемнің бірыңғай мүшелеріне арналған, отан, табиғат, жер анаға арналған біздің сабағымыз бүгін аяқталды. Менің мақсатым оқушылар сіздерге қосымша білім беру, сіздердің түсініктеріңізді, сіздердің танымдарыңызды кеңейту. Мен жаттығулардың бәрін орындамау себебім, мен оқушыларға тек жол сілтеушімін. Сіздерге жол көрсетемін. Егер оқушылар өздеріңіз түсінбей жүрген тақырыптарыңыз болса, орындай алмай жатқан қиын жаттығуларыңыз болса, кез келген сынып, тек қана 8-ші сынып емес, ол мүмкін 9-шы сынып, ол мүмкін 11-ші сынып, мүмкін 5-ші сынып болуыңыз мүмкін, мүмкін 4-ші сынып болуыңыз мүмкін. Осы видеоның астарында комментарий бөліміне сіздер өз ұсыныстарыңызды, өз орындай алмай жүрген жаттығуларыңызды, түсінбей жүрген тақырыптарыңызды жазып кетулеріңізге болады. Мен міндетті түрде оқимын, міндетті түрде сіздерге көмектесуге дайынмын. Құрметті оқушылар, біздің бүгінгі бірінші, екінші сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге ұнады деген сенімдемін. Менің арнама, менің каналыма міндетті түрде подписация деген сөздің үстін басып тіркеле кетіңіз. Менің арнамның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Ал мен сіздерге өз тарапымнан білім беру арқылы, жол көрсету арқылы өз көмегімді тигіземін деген ойдамын. Сіздермен болған Нұрмағамбет Ақжан Ертайқызы. Келесі сабақта кездескенше.